Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы. Жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Рауль Гонсалес Шалкенің бас бапкері атануы мүмкін. Мессидің жаңа келісімшарты келесі аптада талқыланатын болды. Чемпиондар лигасынан ойнатылу тәртібі өзгеруі мүмкін. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Украина ұлттық құрамасының бас бапкері Андрей Шевченко 2022 жылға дейін келісімшарт мерзімін ұзартты. Еске салсақ, Миланның аңызды футболшысы Украина құрамасын 2016 жылдан бері баптап, ұлттар лигасының топтық кезеңінде және Евро 2020 іріктеу ойындарында топтан бірінші орынмен шыққан болатын. Боруссия Дортмундтың екі футболшысы Джейдон Санчо мен Мануэль Аканджи үйлеріне шаштаразды шақыртып карантиндік ережелерді сақтамай шаштарын алдыртқаны үшін айыппұл төлейтін болды. Ла Република баспасының ақпаратына сүйенсек, Марио Балотеллидің Брешия футбол клубымен келісімшарт мерзімі аяқталды. Енді Супер Марио өзіне жаңа клуб іздейтін болды. Британдық баспалардың мәліметіне сүйенсек, Криштиану Роналду Еуропадағы соңғы 20 жылдағы үздік форвард атанды. Кришқа қатысты тағы бір инсайтқа келсек, итальяндық тілшілер футболшы жаттығуларға күн сайын белгіленген уақыттан 4 сағат ерте келетіні мәлімдеді. Криш өзінің жұмысына толық арнауда. Рай баспасының ақпаратына сүйенсек, польшалық футболшы Аркадиуш Милик Туриндік Ювентуске ауысуы мүмкін. 26 жастағы Наполидің шабуылшысы бұл трансферге өзі де қарсы емес. Элькип баспасының мәліметіне сүйенсек, Тиаго Силва осы маусым аяқталып ПСЖ-дан кететін болды. Еске салсақ, бразилиялық футболшы Парижді клуб сапында 8 жыл өнер көрсетіп, 21 жүлденің жеңімпазы атанды. Манчестер Юнайтед Барселонаға небәрі 17 жастағы Ансу Фати үшін 100 миллион евро ұсынды, алайда блауграндықтар талқыға салмастан бірден бас тартты. Рауль Гонсалес жақын арада Гельзенкирхендік Шалкенің бас бапкері атануы мүмкін. Қазіргі таңда Рауль Кассиляны жаттықтыруда. Шальке соңғы 12 ойын қатарынан жеңістің дәмін татпай келеді. Неміс клубының басшылығы тізгінді испандық бапкерге беруді шешті. Билді баспасының ақпаратына сүйенсек, УЕФА Чемпиондар лигасын бір қалада ғана, яғни Лиссабонда 1-4 кезеңінен бастап ойнатуды қарастыруда, ал Еуропа лигасын Германияның бір қаласында ойнатады. Келесі аптада Лео Мессидің әкесі Хорхе Месси Хосе Мария Бартомеумен жолығып жаңа келісімшарт құру жайлы ақылдасуды жоспарлап қойды. Сыбыстарға сүйенсек, келісімшарт өмір бойына құрылуы мүмкін. Бейнероликке 2000 лайк қадалса, келесі жаңалықтар айдары дереу түрде шығады. Арнамыздың басқа желдегі парақшаларына тіркеліп бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.